Қазір бізде тәңіршілдік сенімі деген осындай идеяны айтып жатқан кейбір топ азаматтар шығып жатыр. Ол өкінішке орай осы сенімді, осы идеологияны көтеріп жатқан кісілер зиялы қауым арасынан мынау филолог, тіл шебері азаматтар осы әлеуметтік желі арқылы осы сенімді енгізгісі келеді. Біздің халықты мұсылмандық жолынан қайтарып тәңіршілдікке бағыттағысы келеді. Осы бағытта олар қарқынды жұмыс жасап жатыр. Бұнымен енді олар мақсаттары не? Ол осымен неге жетпекші? Бұл жерде тек қазақ халқын бөледі. Қазақтар енді жарайды, ол тәңіршілдікке өтіп жатқандар да бар шығар. Енді азшылық болса бар шығар. Бұл жерде мына мұсылман қауымы, мына жақта тәңіршілдер сеніміндегі біздің бауырлар. Бұл тәңіршілдік бәрі бір сенімде болмайды. Олар да әрі қарай кейбір мәселеде бір-бірімен келіспей, олар тағы да әрі қарай бөлініп кетуі де мүмкін. Бұл жердегі олардың ойы, мақсаты, нәтижесі бұл халқымызды жік-жікке бөлу болып отыр. Бұл енді егер білсе, түсінсе, бұл әрекетті тоқтату керек олар. Енді қазақ халқы ислам дінін 9 ғасырда толық қабылдады деп айтамыз. Сондықтан біз мына осы альхамдулилля, Аллаға шүкір мұсылманбыз, осы мұсылмандық дінінде қалуымыз керек. Енді олардың уәжі, енді бұл ислам діні, бұл арабқа келген дін, бұл қазаққа қатысы жоқ деген уәжді айтпақшы болады. Бұл ислам діні бүкіл адамзатқа келген, бұл тек арабқа ғана келген дін емес. Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам арабтың да, қазақтың да бүкіл осы әлемде өмір сүріп жатқан ұлттарға жіберілген соңғы пайғамбар деп біз қабыл етуіміз керек. Сөзбен, іліммен өзінің жолын дәлелдей алмағаннан кейін ол күшке өтуі мүмкін. Ертең мұсылманмен сол мұсылман емес тәңіршілердің арасында үлкен қақтығыс пайда болуы мүмкін. Осыған барады. Егер ғылыми түрде, егер біз бір үстелдің басына отырып, егер біз соны сұхбаттасатын болсақ, әңгімелесетін болсақ, ол енді бір жөн, ғылыми бір талас тартыс. Әрине бұл жерде нәтиже шықпауы енді анық. Енді әрі қарай олардың бір саны, олардың бір тобы көбеюімен, бір күш алуымен олар ертең мынандай қақтығысқа және осындай үлкен бір дауға алып баруы мүмкін. Бұл өте қауіпті жағдай.